Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Динара. Бүгін электровафельницада өте оңай әрі дамды вафли жасайтын боламыз. Оған бізге не бары ұн кетеді, 5 жұмыртқа, қант, май және ванильный сахар керек болады. Ең бірінші бізге осындай бөлме температурасындағы майды миксерлеп аламыз. Одан кейін қантымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Араласқан майымызға енді жұмыртқамызды бір-бірден жарып миксерлеп аламыз. Енді ұнымызға ванильді қантымызды қосып, массамызбен араластырып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды, осындай болу керек. Енді вафельницамызды қыздырып, екі жағына май жағып, бір қасықтан құйып вафлимізді пісіреміз. Вафлидің екі түрін жасаймын. Біріншісі трубочка сияқты болады, ал екіншісі гүл тәрізді болады. Мінекей дастарханымыздың сәнін келтіретін хрустящий вафлимыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір көрейік. Мінекей сондай хрустящий. Қытырлап өте дәмді болып шығады. Ас болсын.